Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Педагогтың инновациялық әрекетінің мазмұны мен ерекшелігі пәнінен видео сабақ ұсынамын. Видео сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсірелік. Ол үшін сіздерге келесі сұрақтарға жауап беруді сұраймын. Біріншісі, ойын қалай пайда болды? Екіншісі, ойындар мектеп жасына дейінгі балаларға қалай әсер етеді? Үшіншісі, ойынның қандай түрлері бар? Төртіншісі, ойын технологиясы дегеніміз не? Бұл сұрақтарға сіздерге жауап беру қиындық тудырмады деген ойдамын. Келесі кезекте видео сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін логика ойынын ұсынамын. Логика ойынында бірнеше суреттер беріледі. Осы суреттерге қарай отырып, қандай сөз тіркесі немесе сөйлем жасырынғанын анықтауларыңыз қажет. Мысалға, сіздердің алдарыңызға жәрдемақы алушының куәлігі берілген. Келесі ата-әжелердің суреттері. Келесі қасқыр, яғни белгілі ертегінің кейіпкері қасқырдың суреті берілген. Яғни осы үшеуіне қарап отырып, сіздер қандай сөз жасырынғанын анықтауларыңыз қажет. Мұнда әже сөзі жасырынған. Келесі құмсағаттың суреті, яғни уақыттың символы. Ағаштың діңі, кесілген діңі. Мұнда шеңберлер берілген. Бұл шеңберлер ағаштың жасын білдіреді. Келесі әжесі, анасы, баласы, яғни әртүрлі уақыт кезеңдерінің өкілдері. Енді осы үш суретке қарай отырып, қандай сөз тіркесі жасырынғанын айтыңыз. Мұнда жас кезеңдері сөз тіркесі жасырынған. Ал енді мұқият болыңыздар. Бұл тапсырмада осы видео сабағымыздың тақырыбы жасырынған. Бірінші суретте дамудың белгісі көрсетілген, яғни төменнен жоғары қарай даму белгісі көрсетілген. Келесі бұл ойыншықтар, ойындар. Келесі технология. Бұнда технологияның суреті көрсетілген. Яғни осыған қарай отырып, дамытушы ойындар технологиясы деген сөйлем жасырынған. Яғни, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дамытушы ойындар технологиясы. Жай ғана дамытушы ойындар технологиясы емес, Никитиннің дамытушы ойындар технологиясының ерекшеліктері. Өте тамаша, жақсы. Бүгінгі видео сабағымыздың мақсаты Борис Николаевич Никитин, Елена Алексеевна Никитина педагогтармен таныстыра отырып, осы педагогтармен таныстыра отырып, олардың дамытушы ойындар технологиясының ерекшеліктерін түсіну. Жоспар. Жалпы осы Никитиндер отбасы туралы түсінік беру, отбасы туралы айту, Никитиннің дамыту ойындарының технологиясымен таныстыру. Үшіншісі, балалар үшін Никитин әдістемесі бойынша дамыту ойындарының ерекшеліктері мен ережелеріне тоқталу. Жақсы. Осы видео сабаққа қолданылған материалдарды пайдаланған әдебиеттер тізімі мұнда көрсетілген. Тамаша. Ендігі кезекте видео сабағымызға көшетін болсақ. Борис Павлович Никитин 1916 жылы солтүстік Кавказда Кубан казактарының отбасында дүниеге келген. 1941 жылы академик Жуковский атындағы әуе әскери академиясын бітірген. 49 жылы жұмысын аяқтап демалысқа шыққан. Сол жылы ғылыми педагогикалық жұмысын бастап кеткен. 1958 жылы Макаренко тәжірибесін қайталамақшы болып, педагогтарды жинаған болатын. Және сол жылы өзінің болашақ жары Елена Алексеевнаны кездестіреді. Елена Алексеевна 1930 жылы Мәскеу облысының Большево ауылында дүниеге келген. Анасы мұғалім, ал әкесі әскери инженер болған. Мектепті алтын медальмен аяқтап, 1954 жылы Мәскеу облыстық педагогикалық институтын бітірген болатын. Одан кейінгі жылдары мұғалімдік қызметін атқарады. Одан кейін кітапханашының меңгеруші қызметін атқарып, 1958 жылы Борис Павловичпен кездеседі. Әрине,
Бұл екі кісі отау құрып, олардың өмірі бірге жалғасады. Бұл кісілердің отбасылық өмірі, шығармашылығы мектептерде, балабақшаларда және өз отбасында ғылыми зерттеулер мен педагогикалық тәжірибені жалғастырып, 7 бала тәрбиелеген болатын. Жалпы алған кезде бұл кісілердің балалары өте құрдастарынан қарағанда өте дамыған болған. Оны былай дәлелдеуге болады. Бірнеше баласы өз құрдастарынан қарағанда 2 жылға ертерек мектеп бітірсе, қалған бірқатар балалар 4 жылға ертерек мектеп бітірген, жаңағы бағдарламаны ертерек игерген болатын. Бұл өз кезегінде ол балаларының интеллектуалдық жағынан жақсы дамығанын көрсеткіші екенін білдіреді. Келесі, бұның барлығы Никитиндер отбасы туралы болса, келесі кезекте Никитиннің дамыту ойындарының технологиясына тоқталайық. Жалпы алған кезде Никитиннің дамыту ойындар технологиясы бұл жалпы идеядан шығатын алуан түрлі өзіне тән ерекшеліктеріне ие дамытушы ойындар жиынтығынан тұрады екен. Өз кітаптарында Никитин кубтармен, оюлармен, рамкалармен, Монтессори ойындармен, уникубтармен, жоспарлармен, квадраттармен, жиынтықтармен, кестелермен, термометрмен, осындай заттармен дамытатын ойындар ұсынады. Балалар доппен, жіптермен, резинкелермен, тастармен дамытатын ойындарды ойнайтын болған. Бұл ойындардың міндеттері өте ауқымды. Және міндеттері 2-3 жасар сәбиден орта ересек жасқа дейінгі балаларға арналған болатын. Бұл ойындар сондықтан да тіпті ересектерге де қызығушылық көрсетуі мүмкін. Бұл ойындардағы міндеттер біртіндеп жеңілден қиындатыла түседі екен. Тапсырманы шешу баланың алдында логикалық есептің жауабын дерексіз түрде емес, сурет, үлгі, немесе кубиктердің, конструкторлардың, бөлшектерінің арқылы көрініс табады екен. Жалпы жоспар бойынша 2 бөлімді аяқтадық. Енді сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Осы экранда көрсетіліп тұрған сілтеме бойынша өтетін болсаңыздар, не болмасы QR кодты қолдана отырып өтетін болсаңыздар, сіздердің алдарыңызда бәйге атты ойыны шығады. Ол ойында сіздер компьютермен қарсылас боласыздар. Сұрақтарға неғұрлым дұрыс жауап бере беретін болсаңыздар, сіздердің тұлпарларыңыз алдыға қарата шауып, сіздер жеңіске жетесіздер. Бұл ойында сіздерге сәттілік тілеймін. Жоспарымыздың 3-ші бөлігіне өтетін болса, Никитин әдістемесі бойынша балаларға арналған дамыту ойындарының ерекшеліктері мен ережелері. Жалпы айтқан кезде, Никитин бұл ережелер мен ерекшеліктерді өз тәжірибесінен анықтаған болатын. Бірінші ерекшелігі. Балаға ештеңені біз түсіндірмейміз. Бала өзі орындауы қажет. Басынан бастап аяғына дейін өзі іс-әрекет етуі қажет. Ал үлкендер болса, оны тек қана түзетеді және бағыттайды. Бұл ойындар балаларға да, ересектерге де қуаныш әкелуі тиіс. Екінші ереже. Баланы ешқашан мәжбүрлеуге болмайды. Оны тек қызықтырамыз. Және де өте орынсыз, сенің қолынан келмейді, сен ақылсызсың деп ренжітетіндей сөздер ешқашан айтуға болмайды. Үшінші ереже. Дамытушы ойындар, шығармашылық ойындар. Барлық тапсырмаларды балалар өз бетінше орындайды. Сіздер шыдамдылық танытып, ешқандай сөзсіз, қимылсыз, көзқарасыз, ымсыз балаға көмектеспеулеріңіз қажет. Барлығын бала өзі жасау қажет. Төртінші ереже. Балаларға тапсырма бермес бұрын, тапсырмалардың салыстырмалы қиындықтарын сезіну үшін міндетті түрде оларды өзіңіз орындап көріңіз. Жазбаңыз уақыт бойынша жүріп, және оны міндетті түрде дәптерге жазып алуларыңыз қажет.
Бесінші ереже: міндетті түрде тапсырмаларды немесе олардың қарапайым бөліктерінен бастаңыз. Яғни қарапайымнан күрделіге қарай жүру қажет. Алтыншы ереже: егер бала тапсырманы орындай алмаса, сіз оның деңгейін асыра сілтеген болып табыласыз. Сондықтан уақытша бұл ойынды тыға тұрып, бірнеше күннен кейін қайтаны көрсетуіңізге болады. Жетінші ереже: егер отбасында бір бала болмаса, яғни көп бала болса, онда әр балаға жеке жиынтық болғаны дұрыс. Сегізінші: бұл ойындарды қалай беру қажет, қандай тәртіппен беру қажет? Ең алдымен оюды сал, не болмаса Монтессоридің ойындарын ұсынған жөн. Және де бұны бірте-бірте қиындата бересіздер. Тоғызыншы: балалардың қызығушылығы уақыт өте келе арта түседі. Және де оны қызығушылығын сіз міндетті түрде арттыруыңыз қажет, қызықтыра түсуіңіз қажет. 10-шы: ойынды жеке сақтаңыз. Ешқашан басқа ойыншықтармен Никитиннің ойындарын тең дәрежеде ұстамаңыз, бөлек сақтаңыз. Келесі ереже: ең кішкентай балалар үшін 1,5-3 жас аралығындағы бұл ойындарды ертегімен немесе әңгімелермен жандандырыңыз. Сонда балаларға тіптен де қызықты болады. 12-ші ереже: балада қандай да бір қабілет жағы жақсы көрінсе, соғұрлым сол жағын дамыта түскеніңіз жөн. 13-ші ереже: ойында еркін жағдай жасаңыз. Яғни баланың белсенді қозғалуын, керісінше іс-қимылын шешемеңіз. Оған қуаныш сыйлаңыз. Қандай іс-әрекет жасаймын десеңіз де шектемеңіз. 14-ші ереже: дайын тапсырмаларды орындап болған соң, үлгілерді бүктеген соң, жаңаларын ойлап табуға тырысыңыз. 15-ші ереже: мұнда міндетті түрде тапсырмаларды жылдамдыққа қарай орындатуға тырысыңыз, яғни уақытты қадағалап отырыңыз. Бұл ойындардың мәні мен ерекшелігі әрине әр ойын өз алдында ерекше. Балаға әр түрлі үлгіде беріледі. Міндеттер мен күрделіліктер де әр түрлі. Әрине бұл ойындарды дұрыс қолдана білсек, өз нәтижесін береді. Сондықтан осы ережелерді ұстанғаны жөн. Енді сабағымыздың соңында сіздерге рефлексия ұсынамын. Сіздер осы тақырып бойынша бұрыннан не білдіңіздер? Қандай жаңа ақпараттардың алдыңыздар? Менің ойлағаныма қайшы. Мүмкін сіздер Никитиндер туралы естіген боласыздар, Никитиндердің ойындары туралы естіген боласыздар. Және сіздердің білетіндеріңізге қайшы келді ме? Мүмкін сіздер бұдан да басқа осы тақырыпқа сай білгілеріңіз келетін шығар. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, кестені толтырыңыздар. Келесі кезекте үйге тапсырма. Айта кетерлігі, Никитиндердің, жаңағы Борис Павлович Никитиннің, Елена Алексеевна Никитинаның 7 баласы бар. Бұл екі кісі қайтыс болғаннан кейін балалары nikitiny.ru сайтын қалаған болатын. Бұл сайтта біраз мәліметтер бар. Енді үйге тапсырма, осы сайтқа кіріп, Никитин әдістемесі бойынша балаларға арналған дамыту ойындарының ережелері мен ерекшеліктері туралы мәліметтер жинаңыздар. Осымен видео сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.